Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін асқабақтан кекіс жасаймыз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар. Бұл кекісті жасау үшін мен ең алдымен асқабақты пісіріп алдым мантываркада. Сосын қабығынан ажыратып, 2 жұмыртқа қостым, 2 ас қасық шекер, 4 ас қасық ұн, ой пікіріңізді комментарий бөлімінде міндетті түрде қалдырып қойыңыз, жарай ма? Ұн қосамын 4 ас қасық, 1 шай қасық дрожь қосамын. Сосын жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа бір жылы жерге қойып қоямын. Қамырым әдемі көтерілгенше жылы жерге бетін жауып қойып қоямын. Өте жылдам дайын болатын кекіс. Осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Мінекей қамырым көтерілді. Көтерілген соң оның бетін ашып, жаңағы ішіндегі ауасын кетіремін. Әбден араластырып, ішіндегі ауасын бәрін кетіру керек, қыздар. Ауасын кетіріп, менде осындай формочкалары силиконовый. Бұндай формаларыңыз жоқ болса, кез келген жаңағы үйіңізде кесе, чашка бір нәрселер болса, соның ішіне де салып жасауға болады. Ішін майлап жіберіп, соған салып, топкеге салып, 180 градуста шамамен 40-45 минут пісіріп аламын. Бұл өте баяу пісетін нәрсе, сол үшін асықпай пісіріп алыңыздар. Мінекей, мен кекістарым дайын болды, өте керемет, дәмді. Мен бетіне жаңа үйде кішкене алма бар екен, сол алманың кесінділерін салып қойдым. Енді алманы салу міндетті түрде емес, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Сау саламатта болыңыз.